Сәлем достар. Соңғы ақпараттарда Қазақстанда нанның бағасы қымбаттаған туралы айтылып жатыр. Әлеуметтік нан деп айтылатын ең қарапайым арзан бағадағы нанның бағасы Шымкентте 70 теңге, Алматыда 90 теңгеге шықты дейді. Басқа облыстарда 80 мен 90 теңгенің аралығында екен. Журналистердің зерттеуінде 550 грамдық әлеуметтік нанның өзіндік құны 46 теңге болады екен. Сөйтіп, тасымал ақысы, жұмысшыларға берілетін жалақылар және магазиндердің көретін пайдасы мен тұтынушылардың қолына әне сондай бағада жетіп отыр. Бұны бұқаралық ақпарат құралдары айтып жатыр, жазып жатыр. Жалпы осы нанды үлкен бір проблема қылып айтуға бола ма өзі? Әрине, ас адамның арқауы дейді. Адам ас, судың арқасында тіршілік етеді. Бірақ ешқандай нан өнеркәсібі болмайтын мемлекеттерде бар. Мысалы, Қытай Халық Республикасында нан дейтін түсінік, нан өндірісі дейтін ұғым жоқ. Өйткені әркім өзінің нанын өзі үйінде дайындап алады. Мысалы, Қытайдың халқын біз білеміз 1,5 миллиард шамасында. Жылына 252 миллион тонна астық тұтынады. Осының 110 миллион тоннасы бидай, қалғандары басқа астықтар. Адамдар күніне 0,5 килограмм астық тұтынды деген уақытта бір күннің ішінде бүкіл Қытай халқы бір күннің ішінде 700 мың тонна астық тұтынады. Бір күннің ішінде 700 мың тонна астық тұтынады. Ал Грузия бір жылына әне сол 700 мың тонна астық тұтынады. Қазақстан жылына 9,5 миллион тонна астық тұтынады. Біз әлемдегі астық экспорттаушы мемлекеттердің біріміз. Біз шамамен 35-36 мемлекетке жылына 8 миллион тоннадай астық экспорттаймыз. Біз жылына шамамен орташа айтқанда 20 миллион, 19 миллион тонна астық жинаймыз. Біз үлкен астық жинайтын, экспорттайтын мемлекеттердің қатарындамыз. Бірақ әлемде бүкіл астық экспортының 60% Канаданың еншісінде. Біздікі оның қасында аз. Бірақ біз іргелес елдерге, Орта Азияға, Түркияға, Қытайға астық экспорттап келеміз. Енді достар, осыдан ой түйейікші. Осындай жылына емес, күніне бүкіл мемлекет халқы 700 мың тонна астық тұтынатын Қытайда нан дейтін проблема әлі күнге дейін ортаға шыққан жоқ. Себебі сол, әркім нанды өз үйінде дайындап алады. Біз Қытайдың фильмдерінен көреміз ғой. Бұл нан деп аударып жүрміз, Қытайлар момо дейді. Міне осыларды әркім өзінің үйінде кәдімгі мәнтінің ұнын илеп, ашытып, соны мәнті пісіретін ыдысқа салып пісіріп алады. Оны күніне бола ма, 2 күнде бола ма, әлде күніне 2 рет бола ма, жанұясының жағдайына, жанұядағы адам санына қарай осылай өздері реттеп отыр. Ал Қытайдың бергі Шынжаң аймағындағылар нанды біледі. Ондағы қазақ, ұйғыр қатарлы халықтар әркім өзінің, ауылда отырғандардың барлығының өзінің жеке тандыры бар. Кірпіштен жасап алады, қарапайым ғана. Сонымен 20, әлде 25, әлде 10-15 нанды жауып алады. Сонымен бір апта 10 күн ешқандай нан сатып алмай өзінің мәселесін өзі шешіп отыр. Міне, ал біздің елімізде, ауылдағы да, қалада да барлығымыз жаппай магазинге жүгіреміз. Магазиннен нан сатып алуға үйреніп алдық. Жарайды, қаладағыларды ғой, ауылдағыларға не жоқ? Ауылда нанның ең бірінші керек заты ол не? Ұн, одан кейінгі отын, одан кейін тандыр нан.
жабатын жаңағы тандырдың өзі керек. Болды. Осылар болатын болса, біз ауылда нанның проблемасы деген болмайды. Әркім өзін өзі қамтамасыз етіп кете береді. Ал бүгінгі таңдағы дүкендердегі, магазиндер, базардағы нандардың барлығы ол жеу үшін емес, сату үшін шығарылған нандар. Ал керісінше өзіңіздің отбасыңызда нанды өзіңіз дайындайтын болсаңыз қандай керемет. Ішіне жұмыртқасын қосып, майын қосып, сүтін қосып дайындап алсаңыз тіл үйіретін, денсаулыққа пайдалы нан келіп шықпай ма содан? Ал қалада отырған ағайындарға жаңағы Қытайдың қалалықтары сықылды. Бұл нан пісіріп жеуге болады. Мен мына өзімнің кітабымда ешқашан жоқ деме, табыс құпиясы өз әлемінің ішінде дегенде мен осыны айттым. Мұнда бір тарау бар. Оның аты экономикалық дағдарыс, немесе қажеттілік пен қалау. Адамдардың көпшілігі экономикалық дағдарысқа келген уақытта біз мемлекеттік экономиканы айтамыз. Мемлекеттік ұлттық экономика дағдарыста дейміз. Шын мәнінде ұлттық мемлекеттік экономикамен бірге отбасының экономикасы да дағдарысқа ұшырайды. Осы уақытта адамдардың жүйкесіне, денсаулығына толып жатқан жақтарында қиындықтар тудырады. Мен осы кітапта бұны жаздым. Және осы кітапта қалау және қажеттілік деген тұрғысынан талдау жасадым. Ал біздің жаңағы дүкеннен нан сатып алуымыз ол қалау қажеттілік емес, ол тек қалау. Қажеттілік ол мүлде басқа дүние. Сондықтан біз қажеттілік не, қалау не, осы екеуінің аражігін ашып алуымыз керек. Сонда біз жаңағы ойбай бізде нан қымбаттап кетті, нан жоқ болып кетті деген сықылды проблемалардан арыламыз. Сіздермен бірге болған табысты психология және Қастер Сарқытқанұлы. Сіздерге қашанда табыс тілеймін. Есен, саулықта жолығайық.